Хиуаз Қайырқызы Доспанова. Бүкіл Орта Азия елдерінің ішінде жанқиярлықпен соғысқан, үлкен батылдық көрсеткен қазақ ұлтынан басқа қандай ұлттарда Хиуаздай қыздар бар еді деп Фариза Оңғарсын апамыз айтып кеткендей, Хиуаз Доспанова сұрапыл соғыс жылдарында әскери ұшақпен жауға қырғидай тиіп, отан үшін от кешкен қазақтың ержүрек батыл қыздарының бірі. Екінші дүниежүзілік соғыста қазақтан шыққан тұңғыш ұшқыш әйел Хиуаз Доспанова 1922 жылы 15 мамырда қазіргі Атырау облысы Ганюшкин ауылында қарапайым балықшының отбасында дүниеге келген. Хиуаздың балалық шағы нәубеттік жылмен тұспа-тұс келді. Ол Оралдағы жалғыз қазақ мектебіне іліге алмай, номері 1 орыс мектебінде білім алады. Кейіннен ол мектептегі оқумен бөлек Оралдағы аэроклубта да қатар оқиды. 1940 жылы мектепті үздік бағамен тәмамдап қана қоймай, запастағы ұшқыш атағын да алып шыққан болатын. Хиуаз Доспанова арман ұшында жүріп Мәскеудегі Жуковский әскери әуе академиясына түскісі келіп, сонда тапсырады. Алайда академия тек қана ер балаларды қабылдайтын болған соң, қазақ жерінен келген қазақ қызының құжаттарын кері тапсырып жібереді. Ешқандай үмітін үзбей, Хиуаз Доспанова Мәскеудегі бірінші медициналық институтына тапсырып, сонда түседі. Араға 1 жыл салып, соғыс өрті тұтанады. Сол соғыста өзінің қандай да бір жәрдемін тигізгісі келіп, Хиуаз Доспанова сонда медбике не болмағанда санитар болып келгісі келеді. Кейіннен әйгілі ұшқыш Марина Роскованың қыз-келіншектерден жасақталған авиаполк құрап жатқанын естиді. Сол полк басшылығына, ол ойланбастан полк басшылығына өзінің Оралдағы аэроклубтан алған жетістіктерін жіберіп, өзінің өжеттігімен көзге түсіп, жауынгерлер қатарына қабылданады. Хиуаз Доспанова қызмет еткен авиаполк Солтүстік Кавказ, Кубань, Қырым, Украина, Белоруссия, Польша, Германия секілді мемлекеттердің аспанындағы шайқастарға қатысқан. Фашистердің бойына үрей билеткен Хиуаз Доспанова мен оның құрбыларын немістер түнгі мыстандар деп атап кеткен. Қан майданда қазақ қызы 300-ден аса маңызды жау шебін талқандайды. Соғыс барысында Хиуаз апамыз ұшақтан 14 рет құлап, 4 мәрте ауыр жарақат алады. Алайда қазақ қызының батырлығы сол есін жия салысымен ұрыс алаңынан қайтадан оралып отырған. Қан майданда жаумен алысып отан үшін от кешкен қазақтар талай рет өлім аузынан аман қалған екен. Соның бірінде жау шебін талқандау үшін кезекті әскери тапсырманы орындау кезінде Хиуаз мінген ұшақ бір мая шөпке келіп соғылады. Абырой болғанда ұшақтың ішіндегі бомба жарылмайды. Алайда қазақ қызының миы шайқалып, аяғынан қатты ауыр жарақат алады. 1 ай госпиталда емделіп, жатқызылады. Емделіп болған соң қызметіне қайта келеді. Осындай өмір жолы талай еңбектерге, ерліктерге толы Хиуаз Доспанова апамызға қаншалықты ол Кеңес одағының батыр атағына ие болғанымен, Кеңес одағы оған бұндай атақты бермей қояды. Сондықтан да Хиуаз апамызды бірі білсе, бірі біле бермейді. Кейіннен Хиуаз апамызға 2004 жылы еліміздегі маңызды марапаттардың бірі халық қаһарманы атағы беріліп, алтын жұлдыз белгісі тапсырылады. Оның алдында да апамыз қызыл жұлдыз, 2-ші дәрежелі отан соғысы, еңбек қызыл ту ордендерімен де марапатталған. Қазақтың тұңғыш қаһарман әйел ұшқышы Хиуаз Доспанова 2008 жылдың 20 мамырында 86 жасында дүниеден озды.